Сәлем достар, бұрылыс релесі лампыларға берілетін электр тоғын үзіп, олардың жыпылықтауын қамтамасыз етеді. Бұрылыс лампаларын қосқанда тоқты тұйықтайтын сигнал релеге келеді. Аккумулятордан тұрақты түрде напряжение бұрылыс лампаларына беріледі. Үш контактілі реле осы напряжениені үзіп отырады. Нәтижесінде лампалар жыпылықтайды. Егер жыпылықтау жылдамдығы бір жағында жылдамырақ болса, онда сол жақтағы лампаның ақауы бар, тізбек үзілген, немесе реленің ақауы бар. Бүгін біз Audi 100S4 автомобилінің үш контактілі релесінің жұмыс істеу принципін қарастырамыз. Аккумулятор плюсінен қызыл провод арқылы напряжение зажигание замогына келеді. Зажигание замогы арқылы номері 13 предохранительге келеді. Предохранитель арқылы авариялық сигнализацияға келеді. Аварийкадан реленің 49 контактісіне келеді. Үш контактілі реле приборлар щитогының артқы жағында орналасады. Қоңыр минус проводы реленің 31 контактісіне келеді. Қызыл қара плюс проводы реленің 49 контактісіне келеді. Реленің 49 А контактісінен екі қара жасыл провод шығады. Қара жасыл проводтың біреуі переключательге келеді. Екінші қара жасыл провод авариялық сигнализацияға келеді. Переключательден стрелка түріндегі бақылау лампасына келеді. Және бағыттау лампаларына келеді. Мынау екі релені тексереміз. Біреуі жұмыс істейді, екіншісінің ақауы бар. Ақауы бар релені тізбекке қостық. Зажиганиені қостық, переключательді қостық. Ешқандай жұмыс істеу белгісі білінбейді. Тізбекке жұмыс істеп тұрған релені қостық. Переключатель қосамыз. Мынау реле бізде жұмыс істеп тұр. Үш контактілі реле. Оң жағындағы контакт 49 контакт. Бұнда плюс напряжение келеді. Мынау контакт бізде 49 А. Бұдан напряжение шығады плюс. Мына сол жағындағы контакт минус 31 контакт. Реленің 31 контактісіне аккумулятордың минусынан келетін жасыл проводты жалғадық. 49 контактіге қызыл проводты жалғадық. Реленің 31 контактісінен мынандай қысқаша провод жалғадық. 49 А контактісінен мынандай қызыл провод шығады. Реледен келетін жасыл проводты лампаның минус контактісіне жалғадық. Қызыл проводты лампаның плюс контактісіне жалғадық. Тізбекті тұйықтаймыз. Бізде лампа мигать етіп тұр. Бұл реленің жұмыс істеп тұрғанын білдіреді. Назарларыңызға рахмет.